Сәлеметсіңдер ме білім алушылар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңдер. Сабағымыз қазақ тілі мен әдебиеті пәні 7-ші сынып. Сабақтың тақырыбы Наурыз, ұлыстың ұлы күні. Пән мұғалімі Оспанова Назира Тұрлыбековна. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына назар аударыңдар. Әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты сөздер мен сөз тіркесінің мағынасын түсіну. Келесі бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздері. Берілген жаңа сөздерді мұқият қайталаймыз. Ұлыс күні, знаменательный день, теңелу, равноденствие, дәм тату, угощаться, шығыс, восток, татуласу, примирение. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, оқулыққа назар аударыңдар. 72-ші бет, 1-ші тапсырма. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастамас бұрын, сендерге қоятын бірнеше сұрақтарым бар. Мұқият жауап беріңдер. Отбасыңда тойланатын қандай мерекелерді білесің? Қандай ұлттық мейрамдар бар? Оқулықта берілген суретте қандай мереке бейнеленген? Жарайсыңдар балалар, жауаптарыңа рахмет. Келесі сендерге ұсынатын бейне баяным бар. Фильмді мұқият тамашалаймыз. Енді суық келмейді, күн жылынды, көктем келді. Чик-чирик, чик-чирик, оян, қоян, көктем келді, далаға шығыңдар. Чирик-чирик, чирик-чирик, көктем келді. Чирик-чирик, чирик-чирик, көктем келді. Чирик-чирик, чирик-чирик. Екен. Я, бұл көктем әні, ал сен кімсің? Мен сендей құсты бұл маңайдан көрмеген едім. Мен наурыз екпін. Мен де өзің сияқты көктем жаршысымын. Тоқта, қалай сонда? Көктем жаршысы мен бе десем, сен қалай ол абыройға ортақ бола қалдың? Наурызек. Сенің мұныңды менен басқа ешкім естімесін. Ал енді бара ғой, басқа жаққа. Анау тау жаққа қарай ұша ғой. Жоқ, мен адамдар арасына барып, наурыздың келгенін хабарлаймын. Олар мені асыға күтуде. Ой, шегім-ай, адамдар күтуде дейді. Адамдар сені қайтсын. Біле білсең, адамға қарлығаштан кейінгі ең жақын құс менмін. Я. Ал қарлығаштар әлі келген жоқ. Міне, көрмейсің бе, мұна үйді маған адамдар салып берді. Яғни құрметтейді. Ал саған осындай үй тұрғызып бере ме? Жоқ, әрине. О, Жапалақ апа, сіз неге таңдана қалдыңыз? Тіпті көзіңіз шарасына шығып кетейін деп қалыпты ғой. Мен не, өтірік айтып отырмын ба? Жоқ, қара торғайжан, менің өзімнің көзім осындай ғой. Оның үстіне қазіргі заманда ештеңеге таңдануға болмайды. Баяғыда жас кезімізде Жапалақ апа, сіз де жас болғансыз ба?
қара торғайжан, жас болғанда қандай? Мен туылғанда көзім өте үлкен, әдемі болғандықтан есімімді бота көз деп қойған екен. О, Жапалақ апа, сіздің көзіңіз ботаның көзінен де үлкен емес пе? Иә, әрине үлкен ғой. Бірақ сондай етіп қойғанда енді рахметіп. Содан үкі нағашыларым келіп, көз өтпесін деп үкі тағып кетіпті. Кейін алғаш рет мектепке барғанда ұстазымыздан Наурыз туралы естігені бар. Әлі есімде. Сауысқан ағай бәрімізге ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр депті. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Ал қанеки балалар, бүгін біз сабақта Наурыз мерекесі туралы айтамыз. Наурыз айының 22-сіне күн мен түн теңесіп, бүкіл табиғат, жер анамыз жаңа тіршілікке қадам жасайды. Яғни ұлыстың ұлы күні жаңа жыл келеді. Ал сен неге кірпідей жиырылып отырсың? қаламым үйде қалып кетіпті. Міне мұнда тұр ғой, жаза ғой. Ойлаңызшы, ағай. Мәне солай. Бірақ Наурыз көже туралы естімеппін. Мұна Наурызекті де тыңдайықшы, не уәж айтар екен? Мен расында да адамдар күтеді. Наурыз айының 21-не ұлыстың ұлы күні үлкен мереке келе жатыр. Ол Наурыз мейрамы. Адамдар мені көрсе қуанып, мерекеге дайындықты бастап жібереді. Сенбесеңдер, жүріңдер, бәріміз бірге анау тұрған ауылға барайық. Бәрінде өз көздеріңмен көресіңдер. Жүр, кәне, сөзіңді ісіңмен дәлелде. Бірақ біз Жапалақ апа екеуміз сәл артта қалып ұшып жүреміз. Әйтпесе, адамдар мені көріп қуанса, сен оны өз пайдаңа шешесің. Солай емес пе, Жапалақ апа? Иә, солай ғой. Бірақ мені қайтесіңдер? Өздерің ақ сол дауды шеше бермейсіңдер ме? Мен мына тірлігімді бітіріп алайын, сөзге де болып қалыпты ғой. Тойлай берсек болар. Ауылдастардың бәріне хабар айт. Бара ғой бала. Алақай, Наурыз көжеші! Наурыз келді! Наурызек келді! Міне, көрдің ғой? Иә, расында да сенің абыройың адамдар арасында жоғары екен. Кел ендеше. Дос болайық, менің білместікпен айтқан сөздерімді кешір. Жарай, кештім. Әрқашан жақсы хабардың жанашырлары болып жүрейік. Көктем әні шарықтай берсін. Чик-чирик, чирик-чирик, чик-чирик, чирик-чирик. Наурыз құтты болсын. Сонымен балалар, фильмді тамашалай отырып, Наурыз ұлыстың ұлы күні екендігіне және Наурыз мерекесі жылдың қай мезгілмен қатар келетіндігін білген боларсыңдар. Сонымен оқулықтарында берілген 3-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Ойлан, жауап бер. Бір жылда күн мен түн неше рет теңеледі? Онда неге тек 22-ші Наурыз мереке ретінде тойланады?
Қай елдердің дәстүрінде жаңа жылда ағаш кесіледі? Ал қай елдердің дәстүрінде жаңа жылда ағаш отырғызылады? Наурызда қандай салт дәстүр орындалады? Наурыз тал егу дәстүрінің қандай мәні бар? Мұқият жауап беріңдер. Іске сәт, балалар. Келесі тапсырма 73-ші бет, екінші тапсырма. Наурыз деген сөзді естігенде ойыңа не келеді? Диаграмманы мұқият толтырамыз. Тілдік бағдарға назар аударыңдар. Оқулықтарында берілген тілдік бағдар бойынша оқшау сөздерге мән қойыңдар. Оқшау сөздер сөйлем ішінде тұрса да, басқа сөйлем мүшелерімен байланысқа түспейтін сөздерді оқшау сөздер деп атаймыз. Оқшау сөздерге қаратпа сөз, қыстырма сөз және одағай сөздер жатады. Қаратпа сөз тыңдаушының назарын аудару үшін айтылған сөз немесе сөз тіркесі. Мәселен, әке, Наурыз мерекесіне барамыз ба? Қош келдің, әз Наурыз. Қаратпа сөздерге назар аудар. Әке, әз Наурыз. Келесі қыстырма сөз. Сөйлеушінің ойға қатысты көзқарасын білдіретін сөздерді қыстырма сөздер деп атаймыз. Қыстырма сөздерге бағымызға қарай, әлбетте, рас, сірә, мүмкін, меніңше, сеніңше, демек, сонымен, қысқасы, айтпақшы, біріншіден, әуелі, бір жағынан, сөйтіп, және тағы басқа сөздер жатады. Мысалы, рас, мерекелік концерт өтіп кетіпті. Қыстырма сөз, рас. Үшінші, одағай сөздер. Адамның көңіл күйін білдіретін сөздерді атайды. Одағай сөздер па, түх, жаса, ойпырмай, беу, мәссаған және тағы басқа сөздер. Мысалы, па шіркін, не деген керемет мейрам. Жан-жануарларды шақыру сөздері де одағай сөздерге жатады. Мәселен, кәкә, құтжол, тамағыңды іш. Оқшау сөздер ауызша сөйлегенде дауыс ырғағы арқылы ерекшеленеді. Ал жазбаша тілде олар үтір, леп белгісіне, сұрау белгісімен дараланып тұрады. Оқшау сөздердің түрлеріне назар аударып, есте сақтаңдар. Келесі тапсырма, 4-ші тапсырма. Төменде берілген оқшау сөздерді қатыстырып, Наурызға байланысты диалог құрап жазыңдар. Диалогты дауыс ырғағын сақтап оқыңдар. Олардың оқшау сөздердің қай түріне жататынын айтыңдар. Берілген оқшау сөздер: бәрекелді, мәссаған, түх, біріншіден, сөйтіп, қарағым, айналайын, ата, жеңеше. Олай болса, балалар, берілген тапсырмаларды мұқият дәптерлерімізге орындаймыз. Сонымен бүгінгі сабағымды қорытындылаймын. Назарларыңызға рахмет.